Құрметті ағайындар, құрметті отандастар, қаңтар айының 2026 жылы Қазақстан Республикасындағы ата заңымыздың жобасы жалпы халықтық талқылауға берілді. Осы жобаны талқылай отырып, осы жобаның алғашқы бірінші бабында Қазақстан Республикасының мемлекеті зайырлы, құқықты әлеуметтік мемлекет екенін көрсетудің өзі. Және де құқық қорғау қызметінде 30 жыл қызмет атқарып, қазіргі таңда зейнеткерлікке шығып, халыққа тегін қызмет көрсету саласында қызмет атқарып жатқанымда, осы жобаның 20 бабында әрбір Қазақстан азаматының ар ожданы, қадір қасиеті мемлекетпен қорғалатыны 20 бапта көрсетілуі. Және де осы әрбір азаматтың ар ожданы, қадір қасиеті толығымен мемлекетте қорғалып, әрбір ісі бойынша заң жобасы бекітілгеніне осы конституциялық жобаны қолдау көрсетемін.